Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Түркүл Медетбайқызы. Бүгін қалдық ленталардан шәйнекке арналған, табаққа немесе қандай да бір ыдыстың астына қоятын кішкентай шағын ғана көпшік деп айтамыз ба? Осындай бір дүниені сіздерге үйреткім келіп отыр. Кейбір жерлерде шәугім деп жатады, шәйнек деп жатады, солардың астына пайдалануға, жаратуға болады. Енді ол үшін мен мынандай ленталарды пайдаланамын. Бұл қалдық ленталар әр түрлі цветтен бар. Алдыңғы видеомды көрген болсаңыздар, барлық лента менде 3 сантиметрден деп айтқан болатынмын. Бұл жерде де сол 3 сантиметрлік, ені 3 сантиметр, ұзындығы кез келген ұзындық жете келіп жатыр. Табандық қанандай бөз алдым, бөздің ортасын. Ол да алдыңғы видеоларымда бар, қалай ортасын шығарғаным. Енді бұл жерде мен бұландай бүктеп қоямын. Бөздің де мен өлшемін алған жоғым. Менде қандай бөз бар, қандай. Бұл енді мен бұл 17-де 17 болу керек негізі. Бірақ 15-те 15-те бар. 4-те 4 атлас ортасына қоямыз. Атласты мен лапкымның бойымен тіккен дұрыс, өйткені бұны көп пайдаланады. Шәйнектің шәугімнің астына қойғаннан кейін кірлейді, сондықтан жиі жуылады, үйкеледі, сондықтан сәл жалпақтау қып, енін лапкының бойымен тігіп отырмын. Мен лапка жаңа алдыңғы видеоларда айтылған болатын. Лапкым жалпақ деп, сондықтан жалпақ болса да сол лапкының бойымен тігемін. Сосын 2 қадамын 2-ке қойып тігемін. Бұл енді өйткені атлас сөгілгіш келеді шеттері, сондықтан 2-ке қойып тігемін. Қиғашынан алып қоя бересіздер. Бұл жерде мен ромбик тәрізді құрағым келіп отыр. Сондықтан 5 түс немесе 6 түс, қазір енді көрем, екемі қандайға келетін, 5 түс болу керек. Сондай ғып құрақ тігемін. Кішкентай ленталардан ала бересіздер. Ненің квадраттың ортадағы 4 бұрыштың қиғашынан саламыз. Әдеттегідей квадраттың бойымен тікпейміз, қиғашынан тігетін боламыз барлығын. Қызыл цвет кетті. Енді бұның қасына мен қазір ашық көк цветтен салатын боламын. Бұл жерде де барлық құрақтағыдай, бұл жерде де түгі төмен қарап тұру керек. Барлық құрақтың бойымен түгін төмен қаратып тігесіздер. Қиып аламыз. Артқа қарай шамалы жүріп отырасыздар. Инені үзбей тігесіздер, инені матамдан шығармай тіге бересіздер. Енді ақ цвет. Ақ цвет бұл өте ақ цвет емес, бұл сәл қоңырлау цвет, түс. Сондай өте ақ айвари цвет оларды қойғаным жоқ, ондайлар да бар. Өйткені ол тез кірлегіш болады да, шай тамады, сүт тамады, сондықтан бірден білініп қалады. Қою жасылдан саламын. Бұл да алдыңғы құрақтардан қалған лента. Қиғашынан барлығын байқап отырсаңыздар, қиғашынан ромбик тәрізді қоясыздар. Әдеттегідей былай дүзеу салмайсыздар, қиғашынан тігіп отыра бересіздер барлығын. Қазір соңынан байқасаңыздар, қазір соңынан бұл ромбик тәрізді болып шығады. Мінеке қараңыздар, әп-әдемі құрақтың түсі келе жатыр. Менің алдында каналыма тіркелсеңіздер, алды құдық құрағы бар, қарқара құрағы бар. Сосын орындыққа арналған құрақтар бар. Менде соңғы бір 2-3 сабағымда, мастер-классымда қалдық матадан қалай құрақ тігуге болады, сондайды мен көрсеткен болатынмын.
Сондықтан каналыма тіркелмеген кісілер болса, бірінші рет менің видеомды көріп отқан кісілер болса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоларымды көріп, бағасын беріңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда әлде талай қызықты видеолар, талай құрақ жөнінде толық ақпарат алатын боласыздар. Көрпешені қалай тігу керек, құрақтарды қалай біріктіру керек, соның барлығын үйрететін боламын. Негізі алдыңғы видеоларында бар, құрақты қалай біріктіріп тігу бар менде, алдыңғы видеоларымда бар, қарасаңыздар. Енді ашық көк кетті. Бұл видеода мен сіздерге екі құрақ түрін көрсеткім келіп отыр. Біреуі осыны көрсетсем, екіншіде ол да осындай құрақ болып келеді, бірақ бұған сәл ұйқас болғанмен ол басқаша тігіледі. Ол жерде қазір көресіздер қалай тігілетін. Енді ақ кетті. Ақпен осылай тігіп отыр. Бұл құрақта біріне үстін бірін зоғып кете бересіздер жаңағы. Мысалы, мына жерде ақтың үстіне лента түсті ғой, аққа лента. Соның бойымен алып кете бересіздер. Мінекей мынандай құрақ болады. Енді жасылдың үстінен алып кете бересіздер туралап. Басында, атластың басында қиғашынан алған менде сол үстіне бірінші түскен құрақтардың үстіндегі ленталардың үстінің барлығын бірін үстіне бірін алып кете бересіздер. Өзінің түрін жоғалтпайды сол кезде. Мінекейіңіз қараңыздар, әп-әдемі құрақ шығып келе жатыр. Менде енді қалдық ленталар бар, қалдық маталар бар. Сондайдан осындай тіккенді өзім ұнатам, осындай майда-шүйда деп неғып жатады. Бірақ бұл біріншіден көп уақытыңды алмайды, екіншіден жандай ыдыс білінеді, немесе ыстық табақтар қоятын болады дастархан үстіне, столдың үстіне. Сол кезде астына осындай ыдысыңызды қоя салсаңыз, дастарханыңызда білінбейді, столыңызда білінбейді. Мынау енді бұл үйкеліп жууға келеді. Өйткені өзіңіздің тігуіңізге байланысты сапасын әдемі қылып тіксеңіз, біраз жылға дейін жарауға болады. Бұл жерде ленталарды да сәл лапканың бойымен алып тіге беруге болады. Жалпақтау қылып тіксеңіздер, үйкелгенде, жуылған кезде сөгілу алдын аласыздар. Базарда мысалы заттар бар, сондықтан мысалы алып жатсыздар ғой, оның түгі шығып кетеді. Бір-екі жуғаннан кейін сөгіліп атады, жыртылып атады, ол жарамай кетеді. Ал мынаны өздеріңіз қолдарыңыздан тігіп үйренсеңіздер, тігіп алсаңыздар, оны біразға дейін жаратуларыңызға болады. Бұл мата велюр мата, мына мен тігіп жатқан кәдімгі матовый турецкий велюрлер. Бұлар тем более біразға дейін түсі кетпейді, түгі шықпайды, жуған сайын жалтырай береді. Сондықтан осындай матадан тігіп алуларыңызға болады. Не обязательно хб мата болсын, өзіңіз үйлеріңізде тігінен, неден қалған қандай бір мата болса да, осындай тігіп үйрене кетсеңіздер болады. Каналыма тіркелсеңіздер, келешекте тағы да осындай бір лайфхактар жасаймын. Бұны енді мен лайфхак деп айтуға да болады. Өйткені қолдан қалай осы қалдық маталарды лақтырмай пайдалануға болатын көрсеткенді мен лайфхак деп өзім солай есептеймін. Кәдімгідей бала кезімізде сурет салған кезде, үй салған кезде дәл осындай қылып салатын ек, кәдімгідей үйшік шықты. Үйшіктің суреті шықты. Жегін айналдыра тігіп өтеміз. Айналдыра тігіп аласыздар да, артық жеттерін барлығын қиптай тастайсыздар. Енді айнала жасыл, енді хаки цвет алдым, мен хаки цветпен көмкеріп айналдыра жегін тігіп аламыз. Өйткені ол жегі жалбырап жаман болып көрініп тұрады, сондықтан жегін өстіп хаки цветтен тігіп алуға болады.
астыңғы бетін мынандай көмкеретін жерлерді бұрыш-бұрышын кішкентай ғана қайшымен кішкентай ғана тіліп алыңыздар, өйткені қайрылғанда кедергі болмайды. Астыңғы жағын осылай тігіп аласыздар. Астын көмкергенде қайырудың керегі жоқ, велюр мата жыртылмайды. Текке сол бүгестерде қия тігіп ала бересіздер. Мына осындай болып шықты. Бұған енді өздеріңіздің мысалы косметика салатын мынандай кішкентай стаканчиктеріңіз болса, соны қоюға болады. Немесе мысалы су ішесіздер, стакан кружканың үстіне қоюға болады. Енді фантазия көп қой, әр адам қалай жаратам десе жаратуға болады. Бұған енді кішкентай ілмек жасаймыз, кішкентай лентадан қиып аламыз да. Бір ортасынан екі бүктеп бір тігіп аламыз. Оны шетіне ілгек қып тігіп аласыздар. Тіккен кезде 2-3 қайтара жүріп қатты бекітіп алыңыздар, өйткені сөгіліп кетуі мүмкін. Пайдаланып болғаннан кейін бұны кәдімгі ілгекке, қасық, вилка ілінетін жерлерге іліп қоюға болады. Міне көрдіңіздер ме? Әп-әдемі дүние шықты. Енді екінші түрін көрсетейін. Бұл жерде менде бұл енді 20-да 20 болу керек, сәл үлкендеу. Бөз астына бұны да дәл жаңа алдыңғы видеода көрсеткендей бұрыш ортасын шығарып аламыз. Бүктеп шығарып алдым. Енді сіздер ручкамен, линейкамен ортасын шығарып алуларыңызға болады. Бұл жерге де ортасына осындай бір атлас қойдым. Енді ол не обязательно атлас, просто менде осындай қалған атластарды пайдаланып жатырмын. Енді өздеріңіз білесіздер, қандай бір мата пайдаланамын десеңіздер де, бұны да дәл жаңағындай алдында тіккендей лапканың бойымен қадамын 2-ге қойып тігіп аласыздар. Айналдыра 4 бұрыштап тігіп аласыздар. Бұл ортасы 4 бұрышты квадратты. Байқасаңыздар, мен бұрыш-бұрышына сәйкестендіріп қойған жоғым. Текке қиғашынан қоясыздар. Ромбик тәрізді қоясыздар бұл жерде ортасын. Енді бұны да дәл жаңағындай тәсіл қып қиғашынан алып саласыздар. Лентаны қиғашынан қоясыздар. Мына осылай қоясыздар. Өстіп тігіп алып артқа қарай жүресіздер. Лентаны қиып алып, әр тіккен сайын лентаны қолдарыңызбен басып отырмасаңыздар, алақандарыңызбен жайып отырмасаңыздар, тіккен кезде бүрісіп қалады. Сондықтан жаймен басып, алақандарыңызбен жайып отырғандарыңыз абзал. Мына жерге енді қызылдан жібердім. Көк пен қызыл. Енді қою көк. Қою көктен қоям. Бұл жерде цвет 4-5-6 цвет пайдалануыңызға да болады. 2-3 цвет пайдалануыңызға да болады. Сіздерде қандай мата қалды, қандай мата бар, сондайдан пайдалана беріңіздер. Бұл жерде бірінің үстін бірін қандай мата болса да қоя бересіздер. Өйткені мен көктің үстіне көк, қызылдың үстіне қызыл қойып атқаным жоқ. Беспорядочный. Сондай қылып жасап жатырмын, әртүрлі қылып жасап жатырмын. Әртүрлі матаның үйлесін тауып бірінің үстіне бірін қойып жатырмын. Қиғаштан ешқайсысын бірінің үстіне бірін қойып атқан жоқ, бәрін қиғаштан келтіріп жатырмын. Қарап отырсаңыздар, жаймен қарасаңыздар мынандай болады. Мінекейіңіз көрдіңіздер ме? Қызыл кетті, қою қызыл. Одан кейін жасыл кетті, ашық көк кетті. Сөйтіп қиғашынан жіберіп жатырмын. Енді қою жасылдан жібересіздер. Міне. Бұда не жоқ,
Бұда қарап отырсаңыздар, бұл жерде ешқандай жаңағыдай, қалай айтсам екен, тәртіп жоқ, беспорядочный. Жаңа құрақшылар, мүмкін жаңа мастерлер болса маған жаңа ұрысып, мынау не істеп жатқаның дейтін шығар, бірақ маған осы ұнайды, осындай бір нелер, фантазия, просто фантазия своя, жаңағыдай өзіңіз ойыңыздан не шығарасыз, соны жасағанды мен өзім ұнатам. Сондықтан осындай өзімнің фантазиямен осындай дүние шығарғым келді, мінекей. Мынандай болып кетті, беспорядочный. Ешқандай жаңағы көктің үстіне көк, қызылдың үстіне қызыл деген жоқ. Барлығы қолыма қайсы сәйкес келеді, сонымен қолыма түскенді барлығын қойып шығып тігіп жатырмын. Осыды табақтың астына қоюға осындай бір дүние жасағым келді. Сондай дүниені сіздерге, сол дүниені сіздерге үйреткім келді. Менде матаның цветі үйлеспей жатыр, басқа қылмай жатыр дейтін кісілер болса, осыны лайфхак ретінде пайдалануларыңызға болады. Осылай да келістіруге болады екен ғой деп. Осындай құрақтардан көрпеше жасауға да болады. Ондай ол үшін жаңағыдай көрпеше осындай, мысалы жасыл цвет, көк цвет, қызыл цвет мата кәдімгідей ленталарды қиып, арнайы дайындап, сөйтіп тігуге болады. Әдемі құрақ көрпешелер шығады ол кезде де. Ромбиктен әдемі құрақ көрпешелер шығады. Алдағы кезде мен роза, қазақша раушан гүлін осындай құрақ ретінде көрсеткім келеді. Мен каналымда тіркеліп, видеоларымды қадағалап отырсаңыздар, сол раушан гүлін тігу әдісін көрсететін боламын. Ол кезде ол бірақ ХБ маталардан. Енді мен жалғыз құрақ көрпеше жастық тістікпен ғой, арасында просто не пододеяльник дегендер жапқыш сондайлар тігіп жатам. Содан қалдық маталар бар. Солардан құрастырып, блоктар шығарып, соны көрсететін боламын алдыңғы видеоларымда. Сондықтан видеоларымды үзбей қарап отырыңыздар. Қарап отырсаңыздар, лентаның ешқайсысы түзу түсіп жатқан жоқ, барлығы қиғашынан түсіп жатыр. Бас жағы жалпақ болса, лентаның аяқ жағы жіңішке болып түсіп жатыр. Осындай қылып жасап жатырмын. Бұл да бір әдемі көрініс береді. Енді үлкен көбірек, дәл өйстіп көбірек тігуге де болады. Табалдырыққа, есіктің алдына, мысалы, аяқ киім шешкен кезде, мысалы, сатып алып жатамыз ғой көбіректер, осыны қолдан өйстіп тігіп алсаңыздар да болады. Осындай ленталармен үлкен де астары, бірақ табандыққа ол кезде джинсы мата пайдалануға болады. Келешекте оны да көрсететін болам. Джинсы матадан қалай осындай көбіректер жасауға болатын алдыңғы келешекте видеоларында соларды көрсететін боламын. Do I need to stop living in this fantasy? In this fantasy. In this fantasy. Crying out for. Шетінің барлығын тігіп аласыздар. Мына жерге енді кішкентай бұрышы қызыл лента салып жібердік. Енді мына жерге де шағын цветті таңдап аламыз. Қазір қою жасылдан салдық. Шетін міндетті түрде бұның да шетін барлығын қайтада тігіп өтесіздер айналдырып. Өйткені сөгіліп кетуі мүмкін, өйткені астары бөз болғаннан кейін. Мінекейіңіз қараңыздар, әпе-жептәуір бір ерекше құрақ шығып тұр. Ерекше мозаика құрағы шығып тұр бұл жерде. Қарап отырсаңыздар, жектерінің бәрін айналдыра тігіп шығамыз.
Бұл енді алдыңғы неде ромбик болмайды, бұл квадрат болып шығады. Артылған жерлердің бәрін қиып аласыздар. Осылай қиып аласыздар, қиындыларды жинап аласыздар. Мінекей мынандай квадрат шықты, мозаика құрағы шықты. Бұның да шетін көмкеріп лентамен тігіп аламыз. Енді мен бұған көк лента алдым. Алдыңғы құрақтағыдай бұны да дәл сол тәсілмен көмкеріп шығасыздар. Дәл сол тәсілмен көмкеріп шығасыздар. Дәл осындай құрақтармен өздеріңіздің отыратын орындықтарыңызға, жұмыс орындықтарыңызға астарына кәдімгі астар салып, замок салып, алдыңғы видеоны қарасаңыздар көрсеттім де, осы құрақтарды мозаика құрағында сондай нелерге пайдалануға болады, әдемі көрініс береді. Сол кезде әдемі болып тұрады. Ерекше бір құрақтың бір түрі болып тұрады бұл да. Міне осындай мозаика құрағы шықты. Бұғының ұшына да ілгек жасап аламыз. Кішкентай лентаны екі бүктеп тігіп аламыз да. Бұрышына қадап аламыз. Бұл жерде де екі рет, міндетті түрде екі рет емес, даже 3-4 рет айналдырып жүріп аласыздар. Өйткені үзіп кету қаупі бар. Егер машинаңыз инесі өтпей жатса, қолмен тігіп алуға болады. Қарап отырсаңыздар, әдемі мозаика құрақтары шықты. Осындай мозаика құрақтан көрпеше де, көпшік те, осындай дүние де тігіп алуға болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.